Бүгін сіздерге қысқы демалысқа берілген көмбенан әңгімесінің үзіндісін сіздерге таныстырамыз. Бұл оқиға майданнан оралған Жасұлан арбада отырып, аяқтары көрпемен жабылған мүгедек екенін сезіледі. Бөлмеге Зухра келіп кіреді. Амансың ба, Жасұлан? Аман есен оралуыңмен. Рахмет, кел төрлет. Осы жерде тұра берейінші. Жасұлан көп тұра берсең тұра бер. Не жаңалық, Ақеділ қалай? Барлығы жақсы, Жасұлан. Мен саған біздің үй мен сендердің үй арасында келісім бар еді ғой. Иә. Енді міне, мен дайынмын үйленуге. Жоқ, саған тиюге. Маған тиемін деп келіп тұрсың ба? Иә. Қызық екен. Жасұлан, бұл шешім маған оңай түскен жоқ. Сен қан майданнан келіп отырсың, батыр болып оралдың, бірақ... Аяқтарың жоқ дейсің ғой. Жоқ, олай демеймін. Шыбын жаныңның үзілмегеніне, аман қайтқаныңа тәуба деймін. Сен мені кешір, бәріміз бала болдық. Менің мәнісін білдік дейсің ол кезде. Қазір не өзгерді? Апам ұрсып жатыр. Жасұлан аң-таң болып, апам ұрсып жатыр. Ақеділ Ақеділ, ол түсініп отыр, бірақ майданға сұранып кеткелі жатыр. Құдайым-ай, не деген баласыңдар? Сұранбаңдар майданға. Менен сендерге рұқсат. Қосылыңдар, үй болыңдар, бақытты болыңдар. Қалайша, бұл қалай болғаны? Не керек саған? Сен қалғанымда, сүйгенімде, іздегенімде қайда едің? Мені жау керек емес. Мені жек көріп жүргенің емес пе? Еді немеге келдің? Зухра кібіртіктеп, апам ұрысқасын. Сендердің сиырларың қазір көбейіп, 2 сиыр 3 бұзауға айналды ғой. Қалың малды қайтармаймын деп, басының сақинасы ұстап тұрмай қалды. Сосын келдім. Сыйларың сендерге сыйлық болсын. Оны қалың мал емес, сыйлық деп қабылдамасын апам. Тойлап сыйлық, сөйтіп сәлем айт. Шын ба? Шын. Ой, Жасұлан, рахмет саған, рахмет.